Саламатсыздар ма? Бүгінгі видеода біз жемчужный узор, рисовый узор деп те аталады. Осы жемчужный узорды тоқып үйренетін боламыз. Узордың тоқылуы өте оңай. Тек сіз оң теріс тоқи алсаңыз болды, және де бізбен тоқылатын узор. Яғни спицаға бірінші қатарда оң аласыз, екінші петляны теріс аласыз. Оң теріс, осылай бір қатарда аяқтайтын боласыз. Екінші қатарда тура сол узор бойынша оң теріс, тура қалай біріншісін қалай тоқыдыңыздар, бірінші қатарда тура солай тоқитын боласыздар. Екі қатар тоқып болғаннан кейін үшінші қатарда, яғни оң тоқылған петляның үстіне теріс тоқисыздар да, ал теріс тоқылған петляның үстіне оң тоқитын боласыздар. Осылайша төртінші қатарда, тура үшінші қатарда қалай тоқылды, узор тура солай тоқылатын болады. Бесінші қатарда тура бірінші қатардағыдай узорды ауыстырасыздар. Яғни оңның үстіне теріс тоқисыздар, терістің үстіне оң тоқитын боласыздар. Осылайша осы жемчужный узорды шығарып алсаңыздар болады. Узорды тоқыған кезде тек бізбен тоқи алатын, тіпті новичоктардың өзі, жаңадан тоқып бастап жүрген адамдардың өздері тоқи алады. Бұл узор шапкаға, кардиганға өте оңай, яғни ыңғайлы келетін узор, әдемі келетін узор. Және де узорды тоқитын кезде қалың жіппен тоқсаңыздар әдемі шығады қыздар. Рахмет, назарларыңызға рахмет. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.